Менің көйлегімді 3 жігіт сахнада бүкіл залдың көзінше бояумен құйып тастады. 300 адам қарап тұрды, мен басымнан аяғыма дейін қызыл бояуға малынып, анам 3 апта бойы тігіп әзірлеген көйлегім бүлінген күйде тұрдым. Мектеп директорының ұлы қолында бос шелек ұстап айқайла. Қараңдаршы, кедейлердің патшайымы. Тазалықшының қызы әдемі болғысы келгенкен. Маған 17 жаста еді. Зал күлкіге бөкті, ал анам залдың ең соңғы қатарында отырып күлген жоқ. Ол орнынан тұрып, адамдардың арасынан өтіп, сахнаға көтерілді де, мені өзінің орамалымен жауып, құшақтап, 4 сөз ғана сыбырлады. Мен бәрін жаттап алдым. Қызым, сәлем достар, сіздермен өмірлік хикаялар каналы. Бүгін сіздермен тағы да жаңа өмірде болған оқиғаны бөліспекпін. Оқырманнан келген оқиға, кейіпкерлер есімдері ауысып сіздерге хикаяланады. Егер бұл әңгіме ұнаса, арнаға жазылып, пікіріңізді комментарийге қалдыруды ұмытпаңыз. Ал енді бастайық. Мен Ростов түбіндегі шағын қалашықта өстім. Ол қалашықтардың бірі, онда адамдар бір-бірін жақсы таниды. Өсек аяң телеграмнан да жылдам тарайды. Ал тағдырың кім екенің емес, атаның кім екеніне байланысты шешіледі. Әкем 4 жасымда қайтыс болды. Зауыттағы қайғылы оқиға. Актіде солай жазылған. Анам ешқашан оны қайғылы оқиға деп сенбеді, бірақ ол туралы кейінірек. Әкемнің қазасынан кейін біздің өміріміз құздан домалаған тас секілді төмен құлдырай бастады. Анам қалалық прокуратурада тергеуші болып жұмыс істеді. Жауапты қызмет, құрмет, жақсы жалақы. Бірақ жерлеуден жарты жыл өткен соң оны басшылыққа шақырды да. Өзіңіздің өтінішіңізбен арыз жазыңыз деді. Анам бас тартты. Сонда оған ашығырақ түсіндірді. Күйеуі, менің әкем, зауыттағы ұрлыққа араласқан деген күдік бар. Іс оның өлімінен кейін жабылған, бірақ егер ол қасарысса, істі өлімнен кейін де қайта ашуы мүмкін. Пәтерді тәркілеумен бірге. Анам арыз жазды. Ол кезде 32 жаста еді. Қолында 4 жасар қызы, көзінде мен сол кезде түсінбеген қараңғылық бар. Қазір түсінемін. Ол өзі сенген адамдардан опасыздық көрген адамның көзі еді. 69 жыл еді. Біз көшіп кеттік. Прокуратураның қызметтік пәтерінен. Бір айда бізді шығарып жіберді. Анам қала шетіндегі коммуналдық үйден бөлме тапты. 14 шаршы метр, 3 көршімен ортақ ас үй, дәретхана, дәліздің соңында. Жиһаз дегені бір төсек, бір үстел, 2 орындық. Есімде, анам үстелге менің суретімді қойып айтты. Ештеңе етпейді, қызым, біз шыдаймыз. Дауысы дірілдеген жоқ. Бұрынғы тергеушіге шағын қалада жұмыс табу оңай емес. Барлығы Сәуле Досованы прокуратурадан тазалап тастағанын білетін. Мұндай қалаларда бұл клейма секілді. Оны заң кеңесіне де, қалалық кеңеске де, тіпті сотқа хатшы болып талмады. Жоғарыдағы біреу барлық есікті жауып тастауға қам жасаған. Сонда анам 3-ші мектепке тазалықшы болып орналасты. 2 жылдан кейін мен сол мектепке 1-ші сыныпқа баратымын. Есімде, ол 1-ші күні жұмыстан келгенде төсекке отырып, резеңке қолғаптарын шешіп, өз қолына қарады. Тергеушінің қолы қылмыстық істерді ақтарып, тінту ордерлеріне қол қоятын қол. Енді сол қол хлор иісі шығып тұр. Ол ешқашан шағымданған жоқ. Жылдар бойы мен одан өз-өзіне өкіну сөзін бір ретте естіген емеспін. Таңғы сағат 5-те тұрып, мектепке баратын, дәліздерді, сыныптарды, дәретханаларды жуатын. Қайтып келгенде мені тамақтандыратын, сабағымды тексеретін, түнде кітап оқып беретін. Ал кешке мені ұйықтат деп ойлағанда үстелге отырып бірдеңе жазатын. Қалың дәптерлер, клеенкалы мұқабалы. Мен ол кезде не жазатынын білмедім. Көп жылдан кейін білдім. Сол білімнен әлі күнге дейін тітіркенеді. 82 жылдың 1-ші қыркүйегі. Маған 7 жас. Ақ ал жапқыш, шашымда бантик, қолымда бақшадан жұлған астра гүлдері. Анам мені сынып есігінің алдына келіп қойып айтты. Жақсы оқы, Аружан. Білім ешкім сенен тартып алалмайтын жалғыз нәрсе. Сосын маңдайымнан сүйіп, швабра мен шелек тұратын қойма жаққа кетті. Сыныптастары бірден білді. Балалар мұндай нәрсені судың ішіндегі қанды иіскегендей сезеді.
Екінші күні бірінші партада отырған Ильяс Қыдыралиев, мектеп директорының ұлы, маған қолын созып бүкіл сынып айтты. Мынау Аружан, оның анасы біздей еден жуады. Бүкіл сынып күлді. Мұғалім әрең-әрең ұрсып қойды, бірақ әлсіз ғана. Ол да кімнің анасы еден жуатынын білетін. Сол күннен басталды. Бірден емес, біртіндеп. Алғашында сыбырласу, арқамнан сөз айту. Сосын партаға жазбалар. Швабраның қызы, кедей, құл. Кейін портфелімді жасыратын болды. Мен мектептің барлығын ақтарып істеймін, олар тұрып күледі. Бірде ауладағы қоқыс жәшігінен таптым. Дәптерлерім жабысқақ затқа малынған, оқулығым екіге жыртылған. Үйге келгенде ылғал дәптерлерді үстелге қойдым. Анам қарап тұрып, ештеңе сұраған жоқ. Үтікті алып шықты, дәптерлерді кептірді, оқулықты желімдеді, сосын қарсыма отырып айтты. Есіңе сақта, Аружан, олар сені сындырғысы келеді. Сен сынба, шыда, уақыт келеді. Маған 7 жас еді, қандай уақыт келетінін түсінбедім. Бірақ бағындым, шыдадым. Біздің қалада анамның шын тарихын ешкім білмейтін. Барлығы үшін ол жай ғана сәуле тазалықшы. Көк халат киген, тыныш, көзге түспейтін әйел. Ерте келеді, кеш кетеді, еден жуады, дәретхана тазалайды, қоқыс шығарады, барлығымен амандасады, ешкіммен жүрек жарды әңгіме құрмай. Көзге көрінбейтін адам. Бірақ мен онымен бірге тұрдым, және басқа адамды көрдім, кешке мені ұйықтатып болған соң үстелге отырып жұмыс істейтін адамды. Ол сол уақытта еден жумайтын. Ол ойланатын, талдайтын, жазатын. Шындықта 14 жасында білдім. Анам мені жеткілікті есейдім деп шешкен. Коммуналдық ас үйде отырғанбыз, көршілер тарап кеткен. Сол кезде ол маған алғаш рет бәрін айтты. Әкең кездейсоқ қайтыс болған жоқ, Аружан. Оны өлтірді. Ол зауытта инженер болып жұмыс істеді, және директор мен қалалық партия комитетінің бірінші хатшысы жылдар бойы ұрлық жасап жүргенін анықтады. Әкең материалдарды жазып шығып, сол жасатып ақшаны бін. Әкең обкомға баяндама жазды, бір аптадан кейін оны цехтан өлі тапты. Арқалық құлаған. Тек сол арқалық мықтап бекітілген еді. Мен өзім тексергенмін. Мен тыңдап тұрып тыныс ала алмай қалдым. Анам жыламай, тегіс дауыспен айтты, хаттама оқып тұрғандай. Тергеушілік әдет. Мен өзімде тыныш, ресми емес тергеу бастадым. Сол кезде қала прокуроры маған телефон соғып. Сәуле Досова, сіз ақылды әйелсіз, бұл істі тастаңыз. Күйеуіңізді қайтара алмайсыз, қызыңызға тірі ана керек деді. Мен түсіндім. Прокурордың өзі араласқан немесе біліп жасырып жүрген. Барлық жоғарғы басшылық бір-бірімен байланысқан. Анам үндемей қалып шай құйды. Қолдары дірілдеген жоқ. Сол кезде мен шешім қабылдадым. Бұл қаладан кетпеймін, қалып күтемін. Ерте ме, кеш пе, олар қателеседі. Барлық қылмыскер қателеседі. Бұл тергеу жұмысының бірінші ережесі. Ал әзірге қасында боламын, қарап тыңдап жинаймын. Тазалықшы тамаша бетперде. Тазалықшыға ешкім назар аудармайды. Ол көзге көрінбейтін адам. Жиһаз қабырғаның бір бөлігі. Ішім суыды. 10 жыл бойы анам еден жуды, өйткені басқа жұмыс таба алмады деп емес. Ол кете алар еді, өмірін қайта бастай алар еді, бірақ әдейі қалды. Өйткені мектеп директоры Ғани Даниярович Қыдыралиев қалалық партия комитетінің бірінші хатшысының күйеу баласы еді. Барлық жүктер мектеп арқылы өтетін. Жөндеуге, оқулыққа, тамаққа бөлінген ақша жоқ болып кететін. Анам мұны күн сайын көретін. Нақтылыққа сай келмейтін накладнойлар тізімге енгізілген, бірақ асханаға түспеген өнімдер ақша төленген. Бірақ ешкім жасамаған жөндеу жұмыстары. Ол бәрін сол дәптерлерге жазып отырды. Күндер, сомалар, есімдер. Кім қол қойған, кім алған, қайда кеткен, мұғалімдердің айтқан сөздері, олар тазалықшыны адам санамағандықтан ашық айтатын. Директордың кабинетінің еденін сүртіп жүріп естіген телефон әңгімелерінің үзінділері. Мама, неге милицияға бармадың? Сонша жыл бойы. Анам маған балаға қарағандай қарады.
Аружан, рот бастығы, хатшының жездесі, прокурор, оның адамдары, судья, о құрбысы. Мұнда бәрі бір жұдырықта. Милицияға барсам, ертең дәптерлер жоғалып, екеумізге өмір жоқ. Жоқ, маған басқа деңгей керек. Облыстық прокуратура немесе одан жоғары. Бірақ ол үшін қол сілтеуге болмайтын, темірдей, даусыз дәлелдер қажет. Ол сол дәлелдерді 10 жыл бойы күн сайын жинады. Еден жуып жүріп компромат жинады. Бұл оның әдісі еді. Айқайда жоқ, жанжалда жоқ, газетке хатта жоқ. Тек шыдам, үнсіздік және клеенкалы мұқабалы қалың дәптерлер. Мектепті бітіретін жылы 11 дана болды. Енді мен шыда, уақыт келет деген сөзін неге қайталайтынын түсіндім. Өзі де шыдап келген. Әкемнің өліміне қатысы бар адамның кабинеті алдынан күн сайын өтіп, оның ұлы Иляс импорттық кроссовка киіп жүргенін көріп, үндемеген. Жинаған. Мен сол уақыт қашан келетінін сұрадым. Анам кеш бойы алғаш рет күлімсіреді. Бірақ ол қуаныш күлкісі емес еді. Бұл әңгіменің аяғын білетін, ал басқалар әлі бірінші бетін оқып жүрген адамның күлкісі еді. Жақында, Аружаным. Маған соңғы бір бөлшекті жинап алу ғана қалды. Мен сол кезде ол бөлшектің менің мектепті бітіру кешім болатынын білмедім. Әрбір кеңес мектебінде жазылмаған, бірақ бетондағы темірдей қатты иерархия болатын. Біздің 3-ші мектепте сол иерархияның шыңында Иляс Қыдыралиев, директордың ұлы және оның 2 адал досы тұрды. Арман Сомов, автобаза бастығының баласы, және Диас Селикбаев, орталық гастрономның азық-түлік бөлімінің меңгерушісінің ұлы. 3 отбасы, қалалық биліктің 3 тірегі. Мектеп директоры, партия комитетімен байланысты, бүкіл көлікпен сол жақ тасымалды бақылайтын автобаза бастығы, қолында бүкіл тапшылық өтетін азық-түлік меңгерушісі. Олардың ұлдары балабақшадан бері дос болып, жоғарғы сыныптарға келгенде мектептің нағыз иелеріне айналды. Иляс, көшбасшы, бойы ұзын, мықты, әкесінің ауыр иегімен кішкентай, менмен көздері бар. Ол әдемі емес еді, бірақ мектеп иерархиясында сұлулықтан да қымбат нәрсеге ие болатын, жазаға тартылмаушылыққа. Ол сабаққа кешіп келсе де, мұғалімге дөрекі сөйлесе де, барлығының көзінше контрольдік жұмысты көшіріп жазса да, ешкім бір ауыз сөз айтпайтын. Өйткені оның артында әкесі, ал әкесінің артында партия комитеті тұрды. Арман орындаушы, денелі, дөрекі, ауыр қолдары бар. Иляс біреуді тәрбиелеуді қаласа, лас жұмысты Арман істейтін. Дәлізде итеріп жіберу, қолынан оқулықты жұлып алу, жолын кесу. Ол басқалардың қорқынышынан ләззат алатын. Мен оның көзінен сол жаман жылтырды көргенмін, біреу одан шошып кеткенде. Диас, айлакер, жіңішке, қыбырлақ, түлкі күлкісі бар. Ол итермейтін, ойлап табатын. Ең қатыгез қорлықтардың бәрі оның идеясы. Портфельді жасыру, тақтаға обидалы лақап ат жазу, мектеп бойынша өсек тарату. Ол сол іштің миы еді. Мені олар 1-ші сыныптан бастап қинады. Алғашында балалық. Мазақтау, кемсіту, тазалықшының қызы. Уақыт өте қаталдана түсті. 5-ші сыныпта Арман дәлізде мені қатты итеріп жіберді. Мен құлап, тіземді ұрдым, сосын ықсаңдап жүрдім. Ана мектепке келді. Директор Қыдыралиев қолын жайып. Балалар ойнап жүрді, болады ғой деді. Анам бас изеп кетіп қалды. Кешке дәптерге жазып қойды. 7-ші сыныпта Диас партаға маған параллель сыныптағы бір ұлдан деп жалған махаббат хатын салып қойды. Мен ақымақ болып сеніп қалдым. Мектептің артына кездесуге барсам, 3-еуі және тағы 10 шақты бала тұр екен. Олар күлді. Иляс айқайлады. Тазалықшының қызымен кім кездеседі? Өзіне қарашы, кедей. Мен қашып кеттім, кеш бойы жыладым. Анам қасымда отырып, басымды сипап үндемеді. Сосын тынышқан айтты. Олардың бет әлпетін есте сақта, Аружан, әр сөзін жаттап ал. Бір күні сол сөздер дәлел болады. Мен ол кезде не айтып тұрғанын түсінбедім. Директор Қыдыралиев мектепті шағын патшалықтай басқарды. Мұғалімдер оның алдында қызмет етушіше созылып тұратын. Бәрін шешетін, кімге 5 қою керек, кімді мақтау қағазымен марапаттау, кімді олимпиадаға жіберу. Оның ұлы Иляс автоматты түрде 4 пен 5 алатын.
бірақ оқуы мықты 3-тің деңгейінде еді. Маған өте жақсы болатын жұмыстарға 3 қоятын. Мен де білетінмін, мұғалімдер де білетін, бірақ барлығы директордың айтқанын істейтін. Қыдыралиев бәріне ақша паралатын. Бағаға, мінездемеге, институтқа ұсынысқа. Ата-аналар конверт әкеліп кабинетіне кіретін. Барлығы білетін, барлығы үндемейтін. Жүйе жылдар бойы жұмыс істеп келді, ал менің анам кешке, барлығы кеткен соң сол кабинеттің еденін жуып, ешкім көрмеген нәрселерді көретін. Құлыпталмаған үстел жәшігіндегі конверттер, кейінгі күнмен қол қойылған накладнойлар, сандар жазылған жазбалар. Ол ештеңеге қол тимейтін, тек жаттап алып үйде жазып қоятын. Швабрасы бар, тергеушінің жады мен аңшының шыдамы бар көрінбейтін адам. Динара Алтынбекова біздің мектепке мен 8-ші сыныпқа өткенде келді. Жас әдебиет мұғалімі, 30-ға тарта, қысқа шашты, жанары тірі әйел. Ленинградтан тағайындаумен келген, сол бірден оны біздің қорыққан мұғалімдердің арасында қарғаға айналдырды. Оның алғашқы сабағын мен мәңгі есте сақтадым. Ол сыныпқа кіріп, үстелге кітаптарды қойып айтты. Сіздерге әдебиеттен үйреткендердің бәрін ұмытыңдар. Әдебиет мазмұнды жоспар бойынша қайталау емес, автор мен сенің араңдағы әңгіме. Мен сендердің дауыстарыңды естігім келеді. Сынып үнсіз қалды. Біздің мектепте оқушылардың дауысы болмайтын. Оларда тек баға болатын. Ол Островскийдің Катеринасы Волга жағасында тұрып не сезінеді деп сұрады. Ильяс Қыдыралиев қол көтермеді. Ол сабақта сирек аузын ашатын. Біреу методичкадан жаттаған сөйлемді мыңқылдап айтты, ал мен қол көтеріп. Катерина тек үмітсіздікті ғана сезінбейді, ол алғаш рет еркіндікті сезінеді. Өлуге шешім қабылдау, ол да таңдау. Өзі жасайтын жалғыз таңдау, Кабанихада күйеуі де жоқ. Бұл қорқынышты еркіндік, бірақ бәрібір еркіндік дедім. Сыныпта тыныштық орнады. Динара Алтынбекова маған ұзақ қарап айтты. Міне, осы дауыс. Сол күні ол менің жалғыз одақтасым болды. Өз кітапханасынан Ахматова, Цветаева, Булгаковтың кітаптарын беретін, олар бағдарламада жоқ еді. Мен түнде көрпенің астында шаммен оқитынмын. Анам ұрысқан жоқ. Ол кітапты менің оттегім деп білді. Динара Алтынбекова мені қалалық олимпиадаға дайындай бастады. Сабақтан кейін сыныпта қалып тақырып беретін, мен жазатымын. Ол әр сөйлемді талдайтын, өз ойымнан қорықпауға үйрететін. Бірақ Ильяс мен компаниясы иіс сезіп қойды. Бірде Достоевский туралы шығармамды үстелде қалдырып, 1 минутқа шығып кеттім. Қайтып келсем, қағаздар жоқ. 3 күннен кейін Динара Алтынбекова беті бозарып мені шақырды. Аружан, жоғалған шығарманы өзің жаздың ба? Әрине, өзім. Не болды? Ильяс Қыдыралиев дәл солай жазып маған өткізді. Сөзбе-сөз үйде жаздым дейді. Мен тұрып тыныс ала алмай қалдым. Ол тіпті өзгертуге де тырыспаған, жай көшіріп өткізген, өйткені кім оған не айтады, ол директордың ұлы ғой. Динара Алтынбекова Қыдыралиевке барып 2 мәтінді үстелге қойып. Ұлыңыз Аруданның жұмысын көшіріп алған. Бұл плагиат деді. Директор сабырлы қарап. Қателесіп тұрсыз. Менің ұлым дарынды оқушы. Аружан оның жұмысын көшірген. Қасарсаңыз, қызметіңізге сәйкестігіңізді қарастырамыз деп жауап берді. Динара Алтынбекова қабығадай ағарып шықты, сабақтан кейін маған айтып берді. Қолдары дірілдеді. Мен ештеңе істей алмаймын, Аружан. Ол мені жояды. Мен келімсекпін, бұнда ешкімім жоқ. Жұмыстан шығарса, мен біттім. Мен оған ренжімедім, түсіндім. Директормен таласу, пойыздың алдына тұрып тоқтауын сұраумен бірдей. Кешке анама айттым. Ол әдеттегідей үнсіз тыңдады. Сосын дәптерді алып, жаңа бетін ашып күнді, жағдайды, тегін жазып, жауып, шкафқа қойды. Мен, мама, енді не болады? Дедім. Енді сен бұрынғыдан да жақсы жаңа шығарма жазасың, олимпиадаға барасың, уәде беремін деді. Мен сенбедім. Олимпиадаға директор жіберетін, ол мені ешқашан жібермейді. Бірақ анам, директорда бақыламайтын нәрселер бар деді.
Мен оның көзінен бірдеңені көрдім, одан ішім шымырлады. Ашуда емес, өкініште емес, 10 қадам алға қарайтын суық, есепті сенім. Мектепті бітіруге бір ай қалғанда 1979 жыл, 10-шы сыныпты безге қысқандай болды. Қыздар көйлек талқылады, ұлдар бей-жай көрінгісі келді, бірақ құпияда көйлектерін үтіктеп, аяқ киімдерін тазалап жүрді. Ауада жаз, еркіндік және соңғы қоңыраудың иісі тұрды. Маған сол ай 10 жылдық мектеп өміріндегі ең ауыр ай болды. Мектепті бітіру кешін ата-аналар комитеті ұйымдастырды, шын мәнінде директор Қыдыралиев. Ол бағдарламаны бекітті, рөлдерді бөлді, кім сөз сөйлейді, кім вальс билейді, кім сахнада тұрады, бәрін шешті. Ильяс, әрине, сынып атынан сөйлейтін. Арман мен Диас та бағдарламада. Мен жоқпын. Менің тегім тіпті аталмады, мен мүлде жоқ сияқтымын. Мен үндемедім, өйткені ренжігенімнен емес, көз жасым шыққанша ренжідім. Бірақ 10 жылда анамның сабағын үйренгенмін. Ауруыңды көрсетпе. Оларды өз көз жасыммен тамақтандырма. Ең ауыры көйлек. Барлық қыздар тігіншіге тігізіп, базардан мата алатын, біреулер таныстары арқылы шелмата тауып әкелетін. Бізде ақша жоқ. Анам айына 80 000 теңге алатын. Ателеде ең қарапайым көйлек 100 000 теңге тұратын. Біздің шамамыз келмейтін. Анам, мен өзі тігемін деді. Шкафтан ақ түсті, ұсақ көк гүлді мата кесіндісін алды. 3 жыл бұрын универмагтағы арзандатуда сатып алып, жасырып қойған екен. 3 жыл бойы менің мектеп бітіру кешіме дайындалған. Мен тамағымды жұтып, кеудемді бірдеңе қысып қалды. Әр кеште анам ескі аяқ педальды машинаға отыратын. Ол соншалықты шуылдайтын, көршілер қабырғаны ұратын. Анам түнгі 12-ге дейін тігетін. Мен сол дыбыстың астында ұйықтайтынмын, және ішімде жылылық сезінетімін, өйткені сол көйлектегі әр тігіс сөзбен айталмайтын махаббаттың мойындауы еді. 2 аптадан кейін көйлек дайын болды. Мен киіп көріп, айнадан өзімді танымадым. Қарапайым, бірақ мінсіз. Анам менің денемді кез келген тігіншіден жақсы білетін. Белім бүріп тізеден сәл төмен келетін қоңырау юбка, ұқыпты жеңдер. Мен фильмдегі кейіпкер сияқты болып көріндім. Анам артымда тұрып, айнадағы бейнеме қарады. Көздері жылтырап тұрды. Қарашы әкесіне тартып тұрған сұлуым. Мен оны құшақтадым. Ол хлор мен жіп иісі шығып тұрды. Бірақ мен Арман Сомовтың бәрін бұрыннан жоспарлап қойғанын білмедім. Қыздардың бірі мені көйлек киіп көргенде көріп қалған. Мен ақымақтықпен мектеп дәретханасында киіп көргенмін, үйге дейін шыдамаппын. Жаңалық сол күні Ильясқа жетті. Арман жоспар ұсынды. Диас бояуды тауып әкелді. Ильяс күлімсіреп рұқсат берді. Тазалықшының қызы біздің мектеп бітіру кешімізге әдемі болып келгісі келеді. Оған өз орнын көрсетейік. Мен ештеңе білмедім. Ешбір жанды жаным ескерткен жоқ. Сыныпта 28 бала бар, үнсіздік. Барлығы жаман емес қой. Жақсылары да, тыныштары да бар еді. Өздері де солыштың қолынан жапа шеккендер де болды. Бірақ ешкім аузын ашпады. Әлі күнге дейін осыны қорыту қиын. Мектеп бітіруге дейінгі соңғы аптада мен таңғажайып, жарық үмітпен өмір сүрдім. 10 жыл артта қалды, алда Ленинград институты, жаңа өмір. Динара Алтынбекова Ленинград университетіне заң факультетіне құжат тапсыруға көмектесті. Бағаларым өте жақсы, шығармам күшті, мүмкіндік нақты еді. Анам сол күндері әдеттен тыс мінез көрсетті, кешке шығып кететін болды, бұрын ешқашан істемейтін. Кеш қайтып үнсіз шешініп жатып қалатын. Мен, мама, қайда барасың? Деп сұрадым. Ісім бар, Аружан. Жақында білесің. 25 маусым, мектеп бітіру күні. Таң атқаннан толқудан ояндым. Күн, құстар, жаз. Шкафтан көйлекті алып, үтіктеп ілгішке іліп қойдым. Кешке соны киіп, мектепке соңғы рет кіремін. Тазалықшының қызы емес, адам ретінде. Үстелде анамның жазбасы. Залдың соңғы қатарында боламын. Сәттілік, қызым. Бүкіл күн бойы дайындалдым. Шашымды жуып кептірдім, өріп түзедім.
Көршіден қарызға алған туш пен помада, көйлекті киіп айна алдына тұрдым. Мен әдемі едім, 10 жылда алғаш рет, өкінішті де, кедей де емес, жай ғана 17 жасар қыз, көздері оттай жанып, әр тігісінде ана махаббаты бар көйлекпен. Егер 3 сағаттан кейін не болатынын білсем, бөлмеде құлыпталып, сыртқа шықпас едім. Бірақ білмедім. Айнадағы бейнеме күлімсіреп, юбканың бүктемесін түзеп, жылы маусым түніне қадам бастым. Мектеп шарлар мен плакаттарға толған. Акт залы адамға толы. Оқушылар, ата-аналар, мұғалімдер. Музыка, күлкі, асханадан шыққан пирожки мен иіс. Мен кіргенде көздер маған қадалды. Біреу мырс етті, біреу көзін ала қашты. Мен әдеттегі паранойя деп ойладым. Ильяс сахна жанында Арман мен Диаспен тұрды. Үшеуі де костюм киіп, галстук таққан. Ильяс мені көріп күлімсіреді. Жамандықсыз, тіпті жылы. Сол жылылықтан ішім бірінші рет түйілді. Бірақ алаңдаушылықты ысырып тастадым. Соңғы кеш. Ертең басқа өмір. Бірнеше сағат шыдау керек. Мен сол сағаттарды шыдау мүмкін емес екенін білмедім. Концерт өз ретімен жүрді. Әндер, өлеңдер, мұғалімдерге алғыс сөздер. Бәрі қалай болуы керек, бәрі сценарий бойынша. Мен 3-ші қатарда 2 қыздың арасында отырдым, олар мені жоқ сияқты көрсетуге тырысты. Маған бәрібір еді. Мен сахнаға қарап аяқталуына минут санадым. Тағы 1 сағат, мүмкін 1 жарым, және мен бұл мектептен мәңгі кетемін. Сосын Ильяс Қыдыралиев микрофонға шықты. Ақ көйлек, галстук, үздік оқушының күлкісі. Ол әрқашан біреу жазып берген мәтінді оқығанда әдемі сөйлейтін. Мұғалімдерге, мектепке, ата-аналарға алғыс айтты. Зал қол шапалақтады. 1-ші қатарда директор Қыдыралиев мақтаныштан жарқырап тұрды. Сосын Ильяс. Ал енді біз сыныптасымызды 10 жыл бойы барлығымыздан жақсы оқыған адамды атап өткіміз келеді. Аружан Морозова сахнаға шықшы деді. Зал қол шапалақтады. Күмәнданған, таңғалған. Мен де таң қалдым. Жүрегім соқты. Рас па? Соңғы күні олар бірдеңе дұрыс істегісі келді ме? Мен тұрдым. Аяқтарым дірілдеді, бірақ қорқыныштан емес, күтпегендіктен. Сахнаға сатымен көтерілдім. Ильяс кең күлімсіреп тұр, жанында Арман мен Диас. Арманның қолында рамкаға салынған грамота сияқты бірдеңе. Зал қарап тұр, 300 жұп көз. Соңғы қатарда анам. Мен оның бетін көрдім, сақ, ширақ. Ол мен сезбегенді сезді. Ильяс маған бұрылып, әлі күлімсіреп, микрофонға. Аружан, біз саған осы жылдар бойы бізге үлгі көрсеткенің үшін алғыс айтқымыз келеді. Тырысу керек екенін көрсеткенің үшін деді. Ол үзіліс жасады, мен Диастың артынан Арман иек қаққанын көрдім. Келесі сәтте Диас сахна артынан қызыл бояу толы шелекпен шығып, үстімнен төгіп жіберді. Басымнан, көйлегімнен, бәрінен. Бояу шашымнан, бетімнен, анам үшта тігіп әзірген ақматақ. Мен не болғанын түсінбей тұрдым, ал Арман екінші жақтан шығып, қызыл бояуға жабысқан ұсақ қағаз кесінділерін үстімнен төгіп жіберді. Бәрі 3 секундта болды. 3 секунд мәңгілікке созылған. Анам соншама махаббат салып тігіп берген көйлегім қызыл даққа айналды. Мен сахнада тұрдым, бояуға малынып, қағаздар жабысқан қорқынышты қуыршақтай. Ильяс микрофонды көтеріп, міне нағыз Аружан Морозова кедейлердің патшайымы. Біздің тазалықшымыздың қызы мектеп бітіру кешіне әдемі болып келгісі келді. Енді барлығы оның кім екенін көрді деді. Зал мен ол дыбысты әлі күнге дейін естимін. Алғашында өлім тыныштығы құлақты тұндыратын, сосын біреу күлді, тағы біреу. Сосын жарылды. Күлкі. Бүкіл зал емес. Жоқ, бірақ жеткілікті. 50 адам, мүмкін одан да көп. Қалғандары үнсіз, бірақ сол үнсіздік күлкіден де жаман еді. Директор Қыдыралиев 1-ші қатарда отырды. Мен оның бетін көрдім. Ол күлген жоқ. Ол менсінбей, ризашылықпен күлімсіреді, кішкентай әр қызықты нәрсеге қарап тұрған адамдай. Мен тұрдым, қозғала алмадым.
Аяқтарым тақтайға жабысып қалғандай. Бояу бетімнен ағып, иегімнен тамшылады. Басымда ақшу, сынған теледидардай. Көз жасым ақты, бірақ мен бүлкілдеген жоқпын, денем санадан ажырап қалғандай. Динара Алтынбекова орнынан ұшып тұрды, бірақ завуш оны тоқтатып, бірдеңе сыбырлап қайта отырғызды. Сосын мен анамды көрдім. Ол соңғы қатардан көтерілді. Баяу шешім қабылдаған адамдай. Асықпады. Зал арқылы жүрді, адамдар оған жол берді, ол ешкімді итермеді, жай ғана жүрді. Сахнаға сатымен көтерілді, басынан сұр жұмыс орамалын шешіп, менің иығыма жапты. Құшақтады, бояуға қарамастан. Мен оның мойнына тығылып, ақыры дауыстап жыладым, кішкентай қыздай, ақ ұрып. Анам мені қатты құшақтап сыбырлады. Мен бәрін жаттап алдым, қызым, бәрін жаттап алдым. Үйге қайтайық. Ол мені сахнадан зал арқылы алып шықты, 300 жұп көздің алдынан, күлімсіреп тұрған директордың қасынан, күліп тұрған үштің қасынан. Мен оның қолынан ұстап, бояуға малынып тек еденге қарап жүрдім. Мектептің баспалдағына шыққанда анам тоқтады, ғимаратқа бұрылды, біршістен тұрып, акт залының жарықдеріне қарады. Беті мүлде тыныш, тас секілді, мен оның көзінен қорқатында, күтетінде нәрсені көрдім. Бұл ананың көзі емес, істі жауып, сотқа тапсыратын тергеушінің көзі еді. Ол тыныш қана. Енді болды. Енді мүмкін деді. Өзіне ме, әлде маған ба, білмедім. Біз үйге қараңғы көшелермен үнсіз қайттық. Мен жыладым, ол үндемеді. Сол үнсіздікте кез келген айқайдан да қорқынышты бірдеңе бар еді. Сол түні мен ұйықтамадым. Төсекте жатып төбеге қарап, әр секундты қайта бастан өткіздім. Үстімнен төгілген шелек бояу, микрофондағы Ильястың дауысы, залдың күлкісі, ақ көйлектегі қызылдақтар, 300 жұп көз, бәрі қайта-қайта, сынған пластинкадай айналып тұрды. Анам да ұйықтаған жоқ. Мен оның бөлмеде жүргенін, шкафты ашқанын, қағаздардың сыбдырын, бірдеңелерді ауыстырғанын естідім. Таңертең ас үйге шықсам, үстелде дәптерлердің үйіндісі тұр. 11 дана, клеенкалы мұқабалы. Қасында резеңкемен байланған қағаздар папкасы, және тағы бір кішірек папка суреттермен. Анам үстелде отыр, жұмыс халат емес, жалғыз жақсы көйлегі қара көк, қатаң. Шашы жинақы, бетінде көз жас ізі жоқ. Ол басқа адам сияқты көрінді, тазалықшы емес, тергеуші. Маған қарап, жинақтал, облысқа барамыз деді. Қайда? Ростовтағы облыстық прокуратураға. Мен түсінбедім. Қандай прокуратура? Не үшін? Біз жай ғана қорқынышты түнді бастан өткердік қой. Мен жатып өлгім келді, ал ол бірдеңе сапар туралы айтады. Анам менің бетімді көріп, даусын өзгертті, аналық емес, іскер, қатал. Аружан, мені мұқият тыңда. Кеше олар істеген жай бұзақылық емес, бұл бап. Бірақ мен сол жаққа тек кешегі үшін ғана бармаймын. Мен 10 жыл үшін, әкең үшін, ұрланған ақша үшін, сол адам істеген барлық нәрсе үшін барамын. Кешегі кеш соңғы тамшы, бірақ жалғыз емес. Ол бірінші дәптерді ашты. Мен ұқыпты ұсақ қолтаңбаны көрдім. Күндер, тегіндер, сомалар. Оқиғалардың сипаттамасы, жағдайлар, куәгерлер. Әр жазба, хаттама сияқты. Кәсіби, дәл, эмоциясыз. Анам беттерді аударып түсіндірді. Бұл 73 жыл мектеп бюджетінен алғашқы ұрлықтар мен тіркегенмін. Міне, тамақ өнімдеріне жалған накладнойлар. Директор ет пен майды жазып шығарып, балалар ешқашан көрмеген. Бұл 75 жылға шатыр жөндеуі 4000 рубль бөлінген. Нақты жұмсалғаны 800. Қалғаны қалтаға. Міне, Зоя Ивановнаның көрсетпесі, мен оны магнитофонға жазып алғамын. Ол әріптестеріне шағымданғанда мен аузым ашылып отырдым. 10 жыл. 10 жыл бойы анам параллель тергеу жүргізіп, еден жуып жүріп, дәлел базасын жинаған, нағыз тергеушідей. Суреттер папкасы одан да қорқынышты болды. Анам директордың кабинетіндегі құжаттарды халатының қалтасында жасырып жүрген кішкентай фотоаппаратпен түсірген. Накладнойлар, ведомостар,
квитанциялар бәрі оның үстелінен өткен. Мама, бірақ бұл қауіпті емес пе еді, ұстап қалса? Дедім. Ол иығын қиыстырды. Мен 10 жыл оның кабинетін жудым. Ол маған жәшіктерді құлыптамайтын болды. Тазалықшы жиһаз ғой, Аружан. Ешкім құжаттарды жиһаздан жасырмайды. Біз таңертеңгі автобусқа мініп облыс орталығына жүрдік. 3 сағат жолдың шұңқырларымен сілкініп. Анам тік отырып, тізесінде дәптерлері бар портфелін ұстап, терезеге қарады. Мен үндемедім. Басым гүлдеді, көздерім жылаудан ісіп кеткен, жаным қараңғы. Бірақ анамның қасында мен жаңа бірдеңені сездім. Үміт емес, одан да қаттырақ. Батылдық. Облыстық прокуратурада анам прокурордың орынбасарына қабылдау сұрады. Хатшы бізге есінен адасқандардай қарады. Қабылдау жазылым бойынша. 2 ай күтіңіз. Анам үстелге ескі тергеуші куәлігін қойып. Орынбасарға айтыңыз, бұрынғы тергеуші Морозова 10 жылдық ұрлықпен қызметтік жағдайды теріс пайдалану материалдарын әкелді. Егер қызық болмаса, мен Мәскеуге барамын деді. Бізді 20 минуттан кейін қабылдады. Облыс прокурорының орынбасары, шашы ағарған, ауыр көзқарасты кісі, анамның дәптерлерін 40 минут бойы үздіксіз, сұрақ қоймай оқыды. Сосын көзілдірігінің үстінен қарап, бір ауыз сөз айтты. Негізді. Анам бас изеді. Ол негізді екенін білетін. Оны 10 жыл дайындаған. Ол 2 жас тергеушіні шақырды. Жас, өткір, аш көзді. Олар анамның қарсысына отырып, анам 3 сағат бойы тынымсыз, сусыз, кідіріссіз сөйледі. Фактерді кеше ғана тергеуші мундирін шешкендей баяндады. Күндер, сомалар, ұрлық схемалары, есімдер, байланыстар. Кім кімге төлеген, кім кімді жасырған, ақша қайда кеткен. Тергеушілер жазып бір-біріне қарасты. Біреуі анам дәретханаға шыққан кезде, маған дәлізде. Анаңыз керемет. Біз мұндай дәлел базасын 1 жылда жинай алмаймыз, ал ол біреуі швабрамен 10 жылда жинапты деді. Бір аптадан кейін мектебімізге облыстан комиссия келді. 2 тергеуші, ревизор, инспектор және облыстық білім бөлімінің өкілі. Ескертусіз, таңертең ерте директор Қыдыралия әлі кабинетіне шай ішіп отырғанда. Мен мұны Динара Алтынбековадан білдім. Ол үйге телефон соқты. Дауысы толқудан дірілдеді. Аружан, мектепте нағыз тексеру, облыстан. Қыдыралиев бордай ағарып кетті. Тексеру 5 күнге созылды. Тергеушілер сейфті ашып құжаттарды тәркіледі, мұғалімдерді сұрады. Ревизор бухгалтерияда отырып әр санды салыстырды. Инспектор мектепті аралап, мыңдаған рубль төленген, ал шын мәнінде қабырғалары қабышақтанып, шатыры аққан жөндеуді тексерді. Қыдыралиев қайынатасына партия комитетіне, жездесіне милицияға, таныс прокурорға телефон соғуға тырысты, бірақ істі облыс жүргізіп, жергілікті байланыстар жұмыс істемеді. Өмірінде алғаш рет ол сатып алада, қорқыта да алмайтын күшке тап болды. Тексерудің 3-ші күні маған Арман Сомов келді. Сол іштің миы есік алдында тұр, беті бозарып, ерні дірілдеп. Оның әкесі азық-түлік меңгерушісі де анамның материалдарында болып шықты. Жалған накладнойлар арқылы мектеп асханасына сол жақ жеткізулер. Морозова, анаң айт, тоқтасын. Әкем ештеңеге кінәлі емес. Ол жай қағазға қол қойған. Мен оған қарадым, 1 ай бұрын менің көйлегімді жыртуды ойлап тапқан, 10 жыл бойы өмірімді тозаққа айналдырудың жолдарын ойлап тапқан жігітке. Ол тазалықшының қызынан рақым сұрап тұрды. Мен үндемей есікті жаптым. Бұл кез келген жауаптан да мәнді еді. Қыдыралиевті 6-шы күні қызметінен шеттетті. Мемлекеттік мүлікті ерекше ірі көлемде ұрлаған үшін қылмыстық іс қозғалды. 10 жылда ұрлаған сомасы алдын ала есептеу бойынша 40 000 рубльден асты. Кеңес заманындағы өлшеммен байлық. Мұндай үшін 5 жылдан 15 жылға дейін береді. Қала гүлдеді. Жаңалық лезде тарады. Қыдыралиевті ұстады, ұрлық жасады. Ал арызданған тазалықшы сол сәуле еден жуған. Адамдар алдымен сенбеді, сосын сенді және сөйлей бастады.
Жылдар бойы үндемеген мұғалімдер біртіндеп тергеушілерге келіп көрсетпе бере бастады. Поварлар туралы, бағаларды бұрмалау туралы, қысым мен жұмыстан шығару қаупі туралы. Зоя Ивановна сол әлсіз ұрсып қоятын тергеушінің кабинетінде жылап: «Мен сонша жыл қорықтым, кешіріңіз, мен сонша жыл қорықтым» деді. Динара Алтынбекова да менің шығармамда плагиат жасағаны, директордың оны жұмыстан шығарумен қорқытқаны, шындықтың ештеңеге тұрмайтын жүйе туралы көрсетпе берді. Қыдыралиевтің отбасы көз алдымызда ыдырады. Директордың әйелі, қаланы күйеуінің қызметтік машинасымен аралаған сәнді әйел енді жаяу жүріп, көзін көтермейтін болды. Ильяс тексеріс басталған келесі күні қаладан жоғалып кетті, туыстарына кетті деп, бірақ алысқа бармаған. Ал менің анам әдеттегідей жұмысқа барып, еден жуды. Тек енді мұғалімдер оған басқа көзбен қарап, алдымен амандасатын болды. Сот 1979 жылдың қазанында мектеп бітіруден 4 ай өткенде болды. Сол айларда соншама оқиға болды, бір өмірге жетер еді. Бірақ бір күнді мен басқаларынан өткір есте сақтадым. Анам сот залына кірген күн, барлығы ақыры оның кім екенін көрді. Іс облыстық сотта қаралды, өйткені жергіліктіге сенім жоқ еді, байланыс тым тығыз. Заллық толы. Облыстық газеттен журналистер, біздің қаланың тұрғындары, мұғалімдер, ата-аналар. Қыдыралиев айыпталушылар орындығында отыр, жыртық костюм, галстуксыз. 4 айда ол 10 жылға қартайып кеткен. Беті сұр, көздерінің асты қапшық, қолдары дірілдейді. Қасында адвокат, ол да жүйке. Бірақ басты сәт анамды куәгер ретінде шақырғанда басталды. Ол тұрып трибунаға жүрді. Қара көк көйлек, тік арқа, тыныш көзқарас. Судья өзін таныстыруды өтінді. Морозова Сәуле Досовна, бұрынғы қалалық прокуратура тергеушісі, қазір 3-ші мектептің техникалық қызметкері. Залда сыбыр өтті. Бұрынғы тергеуші. Көпшілік мұны алғаш рет естіді. Олар үшін ол 10 жыл бойы жай Сәуле тазалықшы болған. Өткені тарихы, маңызы жоқ адам. Анам 2 сағат бойы тегіс, айқын дауыспен, бір кідіріссіз сөйледі. Фактерді бұрын сотта тергеуші болған кездегідей баяндады, хронологиялық, жүйелі, күндерді, сомаларды, құжаттарды атап. Әр тезисі дәптерлердегі жазбалар мен құжаттардың фотокөшірмелері мен куәгерлердің көрсетпелерімен расталды. Прокурор үзбей тыңдады. Қыдыралиевтің адвокаты қарсы шығуға тырысты, бірақ анам әр жолы келесі қағазды шығарып, қарсылық алды. Ол бәрін айтты. Мектеп асханасынан өнім ұрлау, жалған жөндеулер, ата-аналардан побор, бағаларды бұрмалау, партия комитетіндегі қайын атасының қолдауымен Қыдыралиев құрған жүйе туралы. Сонда прокурор бүкіл зал күткен сұрақты қойды. Сәуле Досова, неге 10 жыл үндемедіңіз? Анам прокурорға, сосын Қыдыралиевке, сосын залға қарады. Өйткені біздің қалада мен бұл материалдарды сендіре алатын бірде-бір адам болған жоқ. Жергілікті прокуратура, милиция, сот, бәрі партия комитетімен байланысты. Мен дәлелдерді жойылмайтын деңгейге тапсыра алатын сәтті күттім. Ал ол сәт не болды? Анам үнсіз қалды да, сосын айтты. Биыл 25 маусымда мектеп бітіру кешінде 3 оқушы, соның ішінде айыпталушының ұлы, менің қызымды көпшілік алдында қорлады. Бүкіл мектептің көзінше бояу құйды, көйлегін бүлдірді. 3000 адамның алдында масқаралады. Педагогтар құрамының әрекетсіздігімен және директордың үнсіз мақұлдауымен. Бұл мен шыдаған соңғы күн. Залда тыныштық орнады. Мен екінші қатарда отырып, бетімнің қызарып кеткенін сездім. Бірақ анам маған қараған жоқ, ол Қыдыралиевке қарады, ал ол оның көзқарасына шыдамай, басын бұрып алды. Бұзақылық ісі бөлек эпизод болды. 3 жігіт Ильяс Қыдыралиев, Диас және Арман Сомов қасақана бұзақылық бабы бойынша тартылды. Оларға 17 жаста еді. Оларды бөлек соттады, бірақ негізгі іспен байланысы айқын еді. Арман тергеуде жылап жай әзіл болды, ештеңе жаман ойлаған жоқпыз деді. Диас үндемей, еденге қарады, ал Ильяс ұстамды болуға тырысты, бірақ тергеуші сыныптастарының 10 жылдық қорлық туралы көрсетпелерін оқығанда бозарып, су сұрады. Қыдыралиевке 7 жыл бас бостандығынан айыру, мүлкін тәркілеу. Зал демалды.
Қыдырәлиевтің әйелі жылады. Өзі қозғалмай басын түсіріп отырды. Үштің әрқайсысына 2 жыл шартты сынақ мерзіммен. Судимайст. Бұл қош институт, қош мансап, қош әкелері сонша тырысып құрған жарқын болашақ деген сөз еді. Соттан кейін анам маған келіп қатты құшақтап шынайы. Енді бәрі бітті, Аружан, енді өмір сүруге болады деді. Жуырда мен Ленинградтан Мәскеуге пойызбен бара жаттым. Қарапайым плацкарт, дөңгелектердің тықылы, стаканға салынған шай. Қатардағы көршім шаршаңқы бетті орта жастағы әйел. Не істейсіз? Деп сұрады. Мен прокуратурада тергеуші болып жұмыс істеймін дедім. Ол таң қалды. Әйел үшін жауапты мамандық қой. Мен күлімсіреді. Маған жақсы ұстаз болды, ең үздігі. Иә, мен анам сияқты тергеуші болдым. 1979 жылдың күзінде мектеп бітіруден 3 ай өткенде Ленинград университетіне, заң факультетіне түстім. Динара Алтынбекова маған сондай мінездеме жазды. Қабылдау комиссиясы оны 2 рет оқып шықты. Ал әдебиет олимпиадасын мен әлі көктемде мектеп бітіруге дейін жеңіп алғамын. Қалалықта, сосын облыстықта. Динара Алтынбекова менің жұмысымды директорды айналып тікелей комиссияға жіберген. Бұл да түсуге көмектесті. Ленинград мені туған адамдай қарсы алды. Мен алғашқы күні Невский проспектімен жүріп бақыттан жыладым. Мұнда ешкім менің тазалықшының қызы екенімді білмейтін. Ешкім портфелімді жасырмайтын, және партаға жаман сөз жазбайтын. Мен жай ғана студентпін, мыңдағанның бірі. Еркін. Анам қаламызда қалды, бірақ енді тазалықшы емес. Соттан кейін оны қызметіне қайтарды. Бірден емес, күреспен. Облыстан тағайындалған жаңа қала прокуроры оны әңгімеге шақырып, ісімен танысып, басын шайқап. Сәуле Досовна, маған мұндай адамдар керек. Қайтыңыз деді. Ол қайтты. 42 жасында тергеуші формасын қайта киді. Әріптестері оған сақтықпен және құрметпен қарады. 10 жыл еден жуып жүріп параллель тергеу жүргізген әйел, бұл қарапайым қызметкер емес, машина еді. Анам зейнетке дейін жұмыс істеді, 55 жасында құрмет грамотасымен және бүкіл қаланың құрметімен шықты. Сол қаланың, оны 10 жыл бойы ештеңе деп санамаған қаланың. Ол 94 жылы қайтыс болды. Тыныш ұйқыда. Мен жерлеуге келдім де, қаланы танымадым. Зиратқа қала тұрғындарының жартысы келді. Мектеп мұғалімдері, көршілер, прокуратурадағы бұрынғы әріптестер. Тіпті Зоя Ивановна мүлде қартайып таяқпен келіп қабір басында тұрды. Динара Алтынбекова Ленинградтан келді. Біз қатар тұрып, ол: сенің анаң өмірімде кездірген ең күшті адам деді. Мен бас изеп сөйлей алмадым. Ал сол 3 жігіт не болды? Деп жиі сұрайды. Ильяс Қыдырәлиев жоғары білім алған жоқ. Судимасты барларды институтқа алмайтын. Құрылыста жұмыс істеді, сосын жүк тасушы болды. Өмірі құрған жоқ. Бірде Мәскеу вокзалында кездестім. Пирожки кезегінде тұр, тозығы жеткен куртка, шаршаңқы бет. Мені танып көзін ала қашты. Арман Сомов соттан кейін бірден қаладан кетті. Қайда, білмеймін, солтүстікте бұрғыда жұмыс істейді дегенді естідім. Жазаға тартылмаушылыққа үйренген адам үшін ауыр өмір. Диас Серикбаев жалғыз өзі қайта бастауға тырысты. Армияда қызмет етті, оралды, зауытқа орналасты, үйленді, балалары бар. Бірде маған ұзақ, шатасқан хат жазды, кешірім сұрады. Сол кеш әлі күнге дейін түсіне кіреді, қызы мектеп мерекесіне дайындалғанда оның көзіне қарай алмайтынын жазды. Мен хатты 2 рет оқып, үстелге салып қойдым, жауап бермедім. Кешірмегенім үшін емес, кешірімді пошта арқылы беруге болмайды. Кейбір нәрселерді адам өзі көтеру керек. Қазір маған 42 жас. Мен Мәскеу прокуратурасында жұмыс істеймін. Үстелімде анамның суреті тұр. Жас кезінде тергеуші формасында, тік көзқараспен. Қасында екінші сурет, сол өзі, көк халатпен, швабрамен. Мен екеуін де сақтаймын, өйткені ол 2 әйелде болған. Тергеуші де, тазалықшы да, ана да, кек алушы да.
Кейде әріптестер, неге осы мамандыққа келдің? Деп сұрайды. Мен әрқашан бірдей жауап беремін. Өйткені анам маған ең бастысын үйретті. Әділеттілік өзі келмейді. Ол үшін күресу керек. Кейде жылдар бойы, кейде швабра ұстап. Кабинетімнің қабырғасында кішірек рамка ілулі, анам маған 8 жасымда туған күніме кестелеп берген. Қисық тігістер, қарапайым өрнек және төменде сөздер. Шыда, Аружан, уақыт келді. Уақыт келді. Ол әрқашанғыдай дұрыс айтқан.